Оңай және тез жасалынатын әрі дәмді, әрі жиынтал салаттардың бірі Корей елінің фунчоза салаты. Сәлем оқырмандарым, сіздермен бүгін фунчоза салатын тауық етімен жасайтын боламыз. Let's go. Ол үшін ең алдымен тауық етін ұзынша жіңішке етіп турап алып, үстінен соевый соусымызды құйып, бетін жауып алып қоямыз. Жуаны жіңішке етіп турап аламыз. Табамызды қысып тұру үшін отқа қойып қоямыз. Енді балғын балғар бұрышын ұзынша етіп турап аламыз. Бұл жерде балғын балғар бұрышын түрлі түстісін қолданған дұрыс. Сонда салатымыз әдемі болып шығады. Қызып тұрған майымызға жуамызды салып қуырып, етті салып қызарғанша қуырамыз. Қызарған соң туралған балғын балғар бұрышын салып, кішкене қуырып, дәміне көре тұз салып, оттан аламыз. Балғын балғар бұрышын майда көп қуырмағандарыңыз дұрыс, әйтпесе езіліп кетеді. Балғын сәбізімізді теркадан өткізіп, дәміне көре тұз, уксус қосып, араластырып, шетке алып қоямыз. Енді салатымыздың қамырын қайнап тұрған суға салып, 10 минутқа бетін жауып қоямыз. Балғын қиярымызды да осылай ұзынша етіп тураймыз. Балғын қызанағымызды да ұзынша етіп, тек қана жұмсақ емес жерлерін ғана турап аламыз. Әйтпесе салаттың суы шығып кетеді. Барлық заттарын дайындап алдық. Енді салатымызды жинаймыз. Салаттың қамырының үстіне туралған сәбіз, қияр, қызанақ, қуырылған етімізді салып, үстінен күштен өткізілген чеснок және дәміне көре қызыл бұрыш, қара бұрыш және тұз салып, еще көкөністерден кинзаны салып, майдалап турап саламыз. Салатымыз дайын болды. Жақсылап араластырып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Салат рецепті ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Сіздермен болған қаламқас ас болсын.